Армысыз оқырман, арнама тіркеліп, әңгімеге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Мен Алматы облысында қарапайым отбасында дүниеге келдім. Отбасында 3 жанбыз. 2 қыз 1 ұл. Мен үйдің үлкені едім. Негізі отбасында 7 бала болуымыз керек екен. Алайда жарық дүние есігін ашқан 3-еуміз ғана екенбіз. Әкем мен шешем де көп балалы отбасынан шыққан жандар. Шешем үй шаруасындағы ел еді, ал әкем ветеринария саласында қызмет етеді. Әкем мен анам бала күнімізде көп ұрсатын. Әкеміз анама қолды көтеретін. Осылай, мектепке барғанға дейін ажы судан ұрттап, үйімізде ұрыс-керіс жиі болып тұратын. Біз көбінесе нағашыларымыздың үйінде, яғни нағашы апамның үйінде жүретінбіз. Әкем арақты жиі ішкеннен денсаулығы сыр беріп, бауыры ауырып ауруханадан бірақ шықты. Бауыры арақты көп ішкендіктен іріп кету қаупі төніп тұрған екен. Бірден денсаулығы нашарлап, төсек тартып жатып қалды. Содан анам бізді нағашылардың үйіне апарып, өзі әкеме ауруханаға тамақтасып, керекті дәрі-дәрмектерін алып беріп, дәрігерлермен сөйлесіп ары қарай қандай ем алу керектігін сұрап уайымдап жүрді. Ал бұл уақытта әкемнің бауырлары бауырымыздың беті бері қарайтын түрі жоқ. Өлімге дайындық жасап жатырмыз деп, бір жылқы сатып алып, тек қана хабар күтіп отырды. Себебі әкемнің бауырларымен көп араласа бермейтінбіз. Әке шешемнің арасындағы ұрыс-керістің көбі осы бауырларының айдап салып, араға от жағып, шағыстыруынан болатын. Алайда анам әкемді емдеп жазып алу үшін қолынан келгеннің барлығын жасады. Себебі анам жоғарғы оқу орнын бітірмесе де, медицинадан хабары бар адам болатын. Әкем біраз уақыт ауруханада жатып, үйге шықты. Алайда дәрігерлер тек қана диетамен және дәрігерлер жазып берген рұқсат еткен тамақтарды жеу керектігін айтты. Себебі әкем өз еркімен дәретке бара алмай, далаға шыға алмай қалған болатын. Содан анам әкеме майсыз тамақтар, тұзы аз, суға піскен диеталық тамақтар жасап беріп жүрді. Алайда әкем шыдамай, бізге жасаған тамақтарды арасында анама көрсетпей ұрлап жеп қоятын. Сосын мазасы қашып, құсып, дірілдеп ауыратын. Диеталық тамақ ішкісі келмей анам екеуі ұрысып қалатын. Осыдан кейін анам әкеме қандай тамақ жасап берсе, сол тамақты бізге де беретін болды. Осылай әкемізбен бірге біз де диеталық тамақ іше бастадық. Әкеміз ауырмай тұрған кезінде де үй шаруасын қолғабыс көрсетіп бір көмектескен адам емес еді. Ес білгелі анам үйдің де даланың да жұмысын істеп келеді. Отын жарып, қораның ішіндегі малдың қиын тазалап, қызда есіктің алдындағы қарды күреп, тынымсыз еңбек ететін. Бауыры ауырып әкем жұмысқа жарамсыз болып, 3-ші топтағы мүгедек адам болды. Мүгедектік пенсиясын алып жүрді. Ол кезде пенсия небәрі 3,5 теңге еді. Қателеспесем. Анам 3 баламен жұмыссыз, әкем аурушаң, інім емшектегі бала болатын. Арасында азық-түлікті нағашы апам әкеліп беріп тұратын. Әкемнің алатын пенсиясына күн көреміз. Бауырлары жағынан ешқандай көмек болмайтын. Бір көшеде, бір алды тұрсақ та әлі күнге дейін жақын араласпаймыз. Анамның тынымсыз күтімінің арқасында әкем аяғынан тұрып, денсаулығы түзеліп, ел қатарлы жұмысқа қабілетті болды. Алайда бұрынғыдай арақ ішпейді. Қазірде солай, анам екеуі ұсақ-түйек заттар әкеліп сата бастады. Басында әк сатып бастады. Одан кейін жеміс-жидектерді сатып алып, шет жақтағы ауылдарға сатып келіп жүрді. Мал көп бағатын ауылдардан құрт, ірімшік, май сатып алып келіп сатып жүрді. Жағдайымызда біраз түзеле бастады. Осы аралықта әкемнің туыстары да жиі келіп, жағдайларыңды білуге келдік деп келіп, бұрынғыша әке шешемді ұрыстыра бастады. Күндер жылжып өте берді. Біраз уақыт өткен кезде әкем құмар ойын, яғни карта ойнауды бастады. Түннің бір уағына дейін ауылдың бір топ жұмыссыз еркектерімен карта ойнап келіп, күндіз ұйықтайтынды шығарды. Арасында анаммен ұрысып алатын. Содан сауда-саттық жасап жүріп алып қойған бұзаулы сиырымыз болатын. Сүтін сауып, ішіп отырған сол сиырдың бұзауын әкем бірде құмар ойынға берілгені соншалықты құмар ойынға отқызып жіберді. Артынан үйде үлкен айқай шу болды. Баяғысынша анама қол көтеріп ұрып соқты. Анам үшеумізді алып қайтадан нағашылардың үйіне кетіп қалды.
Араға көп уақыт өтпей әкем келді бізді алып кетуге. Алайда анам ол кезде әкемнің ұрған тоқпағынан ауыр соққы алған болатын. Сол себепті ауруханаға нағашыларымыз жатқызған болатын. Анам өзі үйінде 3 қыз, 3 ұл еді. Қыздың екіншісі. Одан кейін бауырлары бар. Бауырларының үшеуі үйленген болатын. Нағашы апамның үйінде 2 келіні бірге тұратын. Әр баласында 3-4 баладан болатын. Содан анам көп уақыт өтпей ауруханадан шықты. Нағашы апамыздың үйінде біраз уақыт тұрдық. Алайда уақыт өте келе 2 келінінің жақтырмай қараған әңгімелері, аларып, қарай бастағандары күн өткен сайын байқалатын болды. Анам әкеме қайтып қосылғысы келмей, бізді алып, нағашыларымыз тұратын ауылдан 2 бөлмелі ескілеу үй тауып, сол жерде тұра бастадық. Алайда әкем арасында келіп анаммен ұрысып, қайта қосылмайтын болсаң, көресің деп қорқытып кететін. Осылай жүргенімізде жалғалып тұрып жатқан үйімізге нағашы атам келді. Негізі, нағашы атам тоқалмен бөлек тұратын. Нағашы апамның үйіне арасында келіп тұратын. Көбіне жұма күндері, айт күндері тоқалмен бірге келіп тамақ ішіп, әңгімелесіп кететін. Нағашы апамның үйіне атам тоқалмен келген кезде апам ешқандай шай құйып беріп немесе басқа бір тірлікпен айналыспайтын. Атамның жанындағы әңгімесін айтып отыратын. Ал тоқалы екеуіне қызмет ететін. Содан кейін үшеу болып, бірге шай ішіп, әңгімелесіп, соңында апам тәттілерін беріп шығарып салатын. Мен сол кезде таңғалатынмын. Қалайша апам атамды қызғанбайды екен. Бұл не деген сыйластық? Бұл қалай сонда деп. Көкейімде сұрақтар көп, бірақ жауабын таба алмай көп ойланатынмын. Бір күні нағашы атам жанына әкемді бірге алып келіпті. Бізді сыртқа ойнауға жіберіп, анам үшеуі отырып шай ішіп, біраз әңгімелесті. Содан көп уақыт өтпей әкем бізді қайтадан көшіріп алып кетті. Бұл уақытта мен де 1-ші сыныпқа баратын, яғни мектепке баратын жасқа келген болатынмын. Әкем мен анамның ұрыс-керісімен мектепке барған соң басылды. Менен кейін 1 жылдан кейін сіңілім мектепке барды. Одан кейін араға 4 жыл салып, інім де мектепке барды. Алғашқы әліппені үйретіп, қолыма қалам ұстатып, зейінімді ашқан ұстазым керемет адам болатын. Менің көзқарасымнан барлығын түсініп қоятын. Сол себепті де ұстазым мені басқа шәкірттерден ерекше жақсы көрді. Кейде сыныптастарымның арасында бөліп тастау, араласпай қою болатын. Әсіресе менімен бірге оқитын сыныптасым Толғанай көп күндестік көрсететін. Мен қандай киім кисем де, ертесі күні базардан сондай киім сатып алып, мен араласқан адамдармен ол да араласып, менімен бақталасып бірге жүретін. 1-ші сыныптан 7-ші сыныпқа дейін өте жақсы оқыған үшін деген мақтау қағаздармен бітірдім. Ұстазым бастауыш сыныпты бітірерде отбасылық жағдайына байланысты қалаға кетіп қалып еді. Ұстазымды қатты жақсы көріп кеткендіктен мен ол кісіні іздеп хат жазатынмын. Арасында ауылға келгенде менімен кездесіп, сөйлесіп тұратын. Ал бұл уақытта әкем жергілікті ветеринарлық станцияға маман болып кіріп, қызмет етіп жүрді. Ал анам арасында маусымдық жұмыстарға шығатын. Мен 4-ші сыныпта бітіретін шағымда анам кешкі уақытта бізге төсек салып жатып, қан кетіп ауруханаға түсті. Себебі анамның негіз қыздарға аяғы ауыр болатын. Әкем кешкі уақытқа көлік таппай қиналып, біраз уақыт жүріп қалды. Әйтеуір көрші ағайға өтініш жасап, сөйлесіп келіп, сол кісінің көлігімен ауруханаға алып кетті. Ал бізді әкемнің үлкен ағасының баласы қарап қалды. Әкем үлкен ағасымен ғана жақын араласатын. Алайда әкем ауырған жылы ағасы да ауырып қайтыс болып еді. Әкеме және қайнағасына анам ауруханаға тамақ таситын. Ертесінде түске таман әкем келді. Анамыздың ауруханада екенін және шұғыл түрде ота жасалғанын айтты. Ауруханаға алып бара жатқан жолда көлік бұзылып, анамды әкем көтеріп алып жаяулатып, ауруханаға алып барған екен. Алайда біраз кешігіп барғандықтан іштегі сәбилердің біреуі шетінеп кетіпті. Екіншісі көп уақыт өтпей-ақ 4 сағаттан кейін ол да шетінеп кетіпті. Осылайша егіз екі сіңілім дүние есігін аша сала, періштеге айналып, ұшып кете барған екен. Анам 15 күндей уақыт ауруханада жатты. Шетінеп кеткен екі сәбиде қыз бала екен. Әкем періште сіңілерімді әкеліп, атын қойып, жерлеу рәсімін жасады.
Ал біз анам ауруханада жатқан уақытында үйдің ішін тазалап, кішкентайымызге қарап, сіңілім екеуміз тамақ жасап қоятынбыз. Сол кезде таматы жоқ, еті жоқ, ішінде тек көкөністері бар, суға піскен макарон жейтінбіз. Ошаққа от жағып тамақ жасайтындықтан айналасы құмырсқаға толып кететін. Анамыз ауруханадан шыққанша құмырсқа араласқан тамақты жеп жүрдік. Әкеміз күндіз анамның еміне ақша іздеп кететін. Ал бізге қарайлап қалған інісі бойдақ болғандықтан күні бойы қыдырып, кешке қонуға ғана келетін. Арасында әкемнің жеңгесі келіп, бізге нан пісіріп берген адам секілді, өзінің үйіне де нан пісіріп, біздің үйден алып кететін. Сиырды да сауып, бізге 1-2 литрін ғана қалдырып, қалғанын алып кететін. Арасында бізді ұрысып ұрбалатын. Сол кезде анамыз тезірек ауруханадан шықса екен, мынау жеңгесі біздің үйімізге келмесе екен деп тілейтінмін. Содан анам ауруханадан шықты. Әкемнің жұмысы тұрақталып, автокөлік алып, 3 бөлмелі үйімізге тағы бір бөлме жалғап. Көрген қиындықтар біраз ұмытыла бастады. Осылай 9 сыныпты бітіріп, аттестат алатын уақыт келді. Сыныптастарымның көбісі колледжге кететін болып жиналды. Мен де әкеме колледжге түскім келетіндігін айттым. Анам екеуі қарсы болған жоқ. Анамның қолына ақша ұстатып екеумізді қалаға жіберді. Алматыны көру мен үшін арман болатын. Себебі кішкентай кезімізде отбасылық жағдайларға байланысты қалаға қыдырып келмеген екем. Бала кезімнен арман қала болған Алматыға оқуға түсуге келдім. Алматы қаласының колледждерінің біріне құқықтану мамандығы бойынша оқуға түстім. Содан қыркүйек айында қалаға кетуге дайындалып жаттым. Арасында әлгі күнде сыныптасым келіп тұратын, әңгімелесу үшін. Қыркүйек айында өзім түскен колледжге анам екеуміз бардық. Сөйтсем, әлгі күнде сыныптасым Толғанайда сол жерде жүр. Мен де сенімен бірге оқитын болдым. Екеуміз бір группада оқимыз деп мәз болып күліп қарап тұр. Анам мені қыркүйекте оқуға келіп өзі ауылға қайтып кетті. Мен сол колледждің жатақханасында тұрып жаттым. Ал күнде сыныптасым аға әпкелермен бірге пәтер жалдап тұратын. Ол үйден қатынап оқыды. Осылайша 1-ші курстың алғашқы семестрде аяқталды. Мен қаланың өміріне үйреніп қалған едім. Содан бір күні тәрбиесінің орынбасары мені шақырды. Әдетте сабақтан жиі қалатын немесе бірдеңені білдірген студенттерді шақыратын. Содан тәрбиесінің орынбасары: "Сені шақыртқаным көптен бері байқап жүрмін. Ауылдан келгелі әлі сол қалпыңдасың. Шашың сол баяғы, небір бояну дегенді, қашылу дегенді білмейсің ғой. Ешқандай өзгеріс жоқ. Ертең ауылға барғанда мектеп қабырғасында оқып жүрген сыныптастарың ауылдағы қалпында қалыпты. Студент болып қалаға барып еш өзгермепті деп айтады" деді. Мен секілді Қазақстанның әртүрлі ауылдық жерінен оқуға келген өзге курстас қыздар секілді мен де өзгере бастадым. Ұзын қарақоңыр шашымды кесіп, қастарымды тергізіп, сөмкемде бұрындары тек қана кітап болса, енді боянуға қажетті заттарды салып жүретін болдым. Содан не керек 1-ші курсты жақсы аяқтадым. Осы оқу жылының басында мен өзіме жақын құрбы тауып, сырлас болып кеттік. Құрбымның аты Алмагүл еді. Үйдің жалғыз қызы. Әке-шешесі ажырасып кетіп, қазіргі таңда анасы 2-ші рет тұрмысқа шығып, өгей әкесімен тұрып жатыр екен. Жазғы демалыс басталған кезде ауылға қайтып кеттім. Ал құрбыммен телефон арқылы хабарласып жүрдім. Содан 2-ші курс басталатын кезде маған пәтер жалдап тұру керек болды. Себебі колледждің жатақханасында тек қана 1-ші курсқа түскен студенттер және басқа облыстан келген студенттер ғана тұрады екен. Осы кезде құрбым өзінің үйіне бірге тұруға шақырды. Ата-анасымен сөйлескенін және олар қарсы болмағандарын айтты. Мен басында қысылып едім. Кейін анасымен танысқасын барлығы реттелгендей болды. Құрбым өзіміздің группада бірге оқитын Мағжан атты жігітпен сөйлесіп жүретін. Мен бұрындары жігіт атауымен сөйлесіп көрмегесін бастапқыда оғаштау көрінді. Себебі анам оқуыңды оқы, диплом ал, жұмысқа кір, қыдыр, өмірді көр, асықпай үйлен. Бала туыпта күйеуге тиіпте үлгересің деп ылғи айта беретін. Сол сөздері санамда құйылып қалғандықтан жігітпен сөйлесу туралы көп ойламайтынмын. Алайда құрбымның жігітімен күнде бірге қыдырып, қызық уақыт өткізіп жүргенін көріп, қызыға бастадым. Ол кезде агент деген шыққан еді ғой.
Содан бір күні агент арқылы бір жігітпен танысып қалдым. Менен 5 жасқа үлкендігі бар. Күздің ортасынан басталған таныстық ақпан айының басына дейін жалғасты. Жігіттің аты Болатбек болатын. Бір күні шынайы өмірде жолығып сөйлесек қалай қарайсың деп ұсыныс білдірді. Мен ұсынысына келістім. Түстен кейін сабақ басталып кешкі уақытта бітетіндіктен кешке жолығатын болып келістік. Ол мен түсетін аялдамадан күтіп алды. Ұзын бойлы арықтау келген, көздері бақырайған, қой көзді, бидай өңдес, шаштары, бұйра толқында қара түсті. Жүзі жылы көрінді. Өзі көп ашылып сөйлемейді. Бетіне қарасаң, көзін тайдырып алып кетеді. Тек қана маған қырынан қарап келе жатқан байқадым. Солай, екеуміз танысып сөйлесіп кеттік. Үйінің үлкені өзінен кейін бір інісі және қарындасы ғана бар екен. Анасы мектепте мұғалім, ал әкесі жұмыссыз адам екен. Бұл кезде мен 17 жаста болатын. Қайран, жастық шағымай. Екеуміз уақыт өте келе бір-бірімізді ұнатып, қыз бен жігіт ретінде сөйлесіп жүре бастадық. Ол кезде Болатбек 5 уақыт намаз оқитын. Әскерден жаңа келіп тұрақты жұмыс таппай жүргендігін айтқан болатын. Жергілікті бір күзет фирмасына күзетші болып орналасып, құрылысы әлі аяқталмаған ғимаратта кезекшілікте тәуліктеп отыратындығын айтты. Осылайша уақыт деген өтіп жатты. Бір күні Болатбек 18 жасқа толған кезінде маған тұрмысқа шығатын ойың бар ма деп сұрады. Мен әлі жоғары оқу орнына түсуім керектігін айтып, қазірше тұрмыс құру ойымда жоқ деп кесіп айттым. Алайда ол жымыңдап, уақыт өте көре жатармыз деп қойды. Көптен күткен 18 жасқа да толдым. Осылай жүргенімізде мен 2-ші курсты бітірдім. Ал бұл кезде жігітім әскери бөлімге тұрақты жұмысқа кірген еді. Содан соңғы 3-ші курс басталды. Мен бұрынғыдай құрбымның үйінде тұрып жаттым. Құрбымның ата-анасымен мен анамды таныстырып қойған едім. Содан мен 19 жасқа толатын туған күнімді, жігітім туған күнді менің достарымның арасында өткісе қалай қарайсың деп ұсыныс білдірді. Себебі оның достары әлі оқитын музыканттар еді. Ал жігітім тек қана колледжді аяқтаған орта білімді екен. Әрі қарай оқуын жалғастырмапты. Мен құрбымның анасынан сұранып, жігітіммен бірге музыканттар тұратын жатақханаға бардық. Таңға дейін ән салып, неше түрлі аспаптардың құлағында ойнайтын қыз жігіттермен танысып, керемет отырыс болды. Жігітім менің бетімнен сүйгеннен әріге бармады. Сондай-ақ екеуміз ішімдік ішу, темекі тарту деген жаман әдеттерден аулақ едік. Өз басым ондайдың дәмінде татып көрмеген едім. Содан таңның қалай атып қалғанын білмедік. Жігітім екеуміз аялдамаға қарай асықтық. Мен сабаққа, ол жұмысына бару керек болатын. Сол кезде менің ұялы телефоныма анам қоңырау шалды. Телефон тұтқасын көтеріп едім. Анам бірден ашулы дауыспен: "Сен қайда жүрсің? Не бүлдіріп жүрсің? Сен өзі қандай қыз болғансың?" деп маған ұрса жөнелді. Мен мән-жайды білмей сасып қалдым. Анамнан сұрай бастағанымда сені кім алып қашып кеткен дейді. Сөйтсем, менің құрбымның анасы мен келмегенге анама қоңырау шалыпты. Қызыңыз түнде үйге келмеді. Сөйлесіп жүрген жігіті барын білесіз бе, білмейсіз бе? Мен анығын білмедім. Сол жігіті алып қашып кеткен шамасы. Әлі келген жоқ деп айтқан екен. Ал анам мән-жайды менен сұрамастан ауылдағы ағайын туысты дүрліктіріп алып қашып кетіпті депті. Анаммен сөйлесіп, мен оқуға бара жатырмын. Аялдамада тұрамын деп айтсам да сенетін түрі жоқ. Содан не керек? Мен аялдамада отыра қалып жыладым. Сен мені алып қашып кеткен екенсің. Ауылға сондай өсек кетіпті. Ертең мен ауылға қалай барамын деп егіліп жыладым. Сол аралықта жігітім: "Ондай болса сені шындап алып қашып кетейін. Бәрібір үйленеміз деп жүрміз ғой" деп ұсыныс білдірді. Мен сол кезде елдің сөзінен қорқып, есік көрген қыз, қайтып келген қыз деген өсектерден және ата-анама сөз келеді деген оймен ойланбастан алып қашуға келістім. Жігітім қолындағы ұялы телефонын сатып, жолға бір досымен келісіп, 19 жасқа тола сала, туған күнімнің ертесі Қарлатты ауылына жетіп бардық. Алайда жол бойы қатты жыладым. Бір өкініш болды. Бұл бақыттан жылап отырған емес, керісінше ата-ана алдындағы үмітті ақтай алмадым. Оқуым не болады? Енді үй шаруасында әйел болып қаламын ба? Не қолымда әлі орта білімнің дипломы жоқ. Енді қайттым деген жауабы жоқ сансыз сұрақтар
санамды жеп бара жатты. Шамамен 4 сағаттай жол жүріп үйіне де жеттік. Табалдырықтан кірген кезде анасы қарсы алды. Енем екеуміз бір-бірімізді көріп шошып кеттік. Менің болашақта қартайған кездегі өз бейнемді көргендей болдым, енемді көріп. Содан қуғыншылар келді. Барлығы реттеліп, ертесі күні қайтадан қалаға кетіп қалдық. Себебі мен сабаққа ал күйеуім жұмысқа бару керек еді. Ертесі күні сабаққа барған кезімде құрбым амандық саулық жоқ менің жаныма келіп, не кетіні қалай болды, соны айтшы, маған қызық деп, болмайтын сұрақтар қойғаны менің көңіліме тиіп қалды. Солай жүріп екеуміз ренжісіп қалдық. Мен келін болып түскен кезде енем аса қатты жақтыра қоймады. Менің баламның жұмысына бола қызық үйленген қыз. Не қолында дипломы жоқ, не тұрақты жұмысы жоқ. Аяғы ауыр болып деген. Оны бір 9 айдан кейін көре жатармыз деп, өзінен кейінгі сіңілеріне өсектеп жатты. Екі жақтың ата-аналары жолығып, құдалықты тойды сөйлесіп, уақытын белгіледі. Наурыз айында құдалық болды. Ал маусым айында той болды. Мен өзім қалаған ақ көйлекті кие алмадым. Себебі енем қазақи нақышта киінсін дегесін прокатқа қазақша көйлек сәукелесімен алдым. Жаздың ыстығында телеп жүріп сәукелемен, қалың шапанмен тойда жүрдім. Мені қыз мезгілінде алып қашып кеткендіктен, және наурызда құдалық болатын уақытқа дейін күйеуім екеуміздің арамызда жыныстық қатынас болған емес. Себебі мен әкемнің үйіне қыз болып барғым келеді деп шарт қойған болатынмын. Сол себепті күйеуім осы шартыма келісті, және екеуміздің бір-бірімізге үйленуімізге де уақыт керек болды. Көптен көткен құдалықта болды. Құдалықта екі жақ бір-біріне берген тізім бойынша әкелген кеттерін кигізе бастады. Осы уақытта қыздың қалың мал деп енем 200 мың әкелдік деп конвертке салып, адамның қолдан ұстатты да. Кейін адамды шақырып алып ол жерде 200 мың емес, 50 мың теңге. Елден ұят болмасын деп 200 мың деп айта салдым. Қалғанын тойға дейін беріп отырамын деп айтқан екен. Ата-анам қарапайым, жуас адамдар болғасын көп ештеңе демепті. Қызымыз бақытты болсын деп тілеп батасын беріпті. Содан көктемде құдалық болып, жазда той болатын болғандықтан, менің арасында күйеуім анасының жанына апарып тастап жүрді. Анасы қарындасымен ауылда тұрады екен, ал әкесі қалада әр жерде бір жұмыс жасайды. Інісі де қалада бөлек тұрып, ол да жұмыс жасайды екен. Мен барған кезде енем жолмаған майы қатып қалған 2-3 күндік ыдыстарын үйіп қоятынды шығарды. Одан қалса қарындасы жинаған үйді шашып тастап, менің ашуыма тигісі келетін. Уақыт өте келе, күйеуімнің мамасының баласы екенін түсіндім. Себебі өз бетінше шешім қабылдай алмайтын. Сағат сайын анасына хабарласып, менің не істеп жатқанымды ұялы телефон арқылы айтып отыратын. Одан қалса сыртқа шығып кетіп, жасырып сөйлесетінді шығарды. Біз үйленгесін күйеуімнің жұмыс жағынан пәтер жалдап тұрдық. Сол пәтерге енем ауылдан жиі келетін. Келген уақытында күйеуімді жанына алып жататын болды. Баламды сағынып кеттім, тұла бойым тұңғышым деп. Басында мен бұл істеп жүрген істеріне көп мән бермедім. Себебі маған әлі үйрене алмай, келін ретінде қабылдай алмай жүрген болар баласын қызғанып деп ойладым. Алайда уақыт өте келе енемнің сіңілері де арамызға түсе бастады. Себебі күйеуімнің туысқандары Қарақалпақстанда екен. Сол себепті нағашылары жақында өскен екен. Жасаймыз деген тойда өтті. Содан келін әлі көтермеді. Бедеу, бұл балама қыз болып тимеген деген сөздер кете бастады. Менің енем өзінің таныс гинекологын алып барды. Келінде инфекция бар. Бұрын жыныстық қатынасқа түскен адамға ұқсамайды. Балаңыздан берілген болуы мүмкін. Екеуі де ем алу керек деп бізге дәрі-дәрмек жазып берді. Содан қашан көтересің деген сұрақтар, қоңыраулар жиілей берді. Осы кезде мен анама хабарластым. Анам өзі білетін жақсы гинеколог маманға алып барды. Мен 6 айда ем алдым. Ал бұл уақытта күйеуім әскери адам болғасын жиі сапарға баратын еді. Арасында шетінді шығарды. Одан кейін әріптестермен таңға дейін қыдыруды бастады. Мен колледжді қызыл дипломға бітіріп, бірден жоғары оқуға тапсырдым. Ал осы кезде енемде қайнынымды күштеп жүріп, мен тапсырған жоғары оқу орнында мен оқып жатқан мамандыққа оқуға тапсыртқызды. Екеуміз бір универде оқыдық. Солай ем алып жүрген кезімде менің аяғым ауыр болды. 20 жасымда ана атандым. Үлкенім қыз болды, бірақ оқуымды жалғастыра бердім.
Күйеуім бұрынғыша жұмысын істеп жүрді. Алайда сапарда қыдыруы шиелей берді. Содан әріптесінен айдап тұрғанға ескілеу автокөлік сатып алды. Ол автокөлігінің құжаттары дұрыс болмады және жиі бұзыла берді. Тапқан ақшасын сол автокөлікті жөндеуге салды. Енем автокөлік алғанына қатты қуанбады да. Осы аралықта екеуміздің жиі ұрыстырып, арамызға от сала бастады. Содан не керек қалада пәтерден пәтерге көшіп жүрдік. Тұрақты баспанамыз да болмады. Менің арманым үлкен үйім болса және бақытты отбасым болса. Көп балам болса деп армандайтынмын. Бірақ олай болмады. Себебі енем неше түрлі бақсы балгерге баруды шығарды. Бірде ауылына барған кезімде менің мұрнымнан қан ағып, астынан да қан ағып, шашым түсіп, арықтап кеттім. Сол ауылына барып келгеннен кейін тамақ батпай, түнде ұйқы келмей, тек қана күндіз ұйықтайтынды шығардым. Күндіз тұрсам бүкіл денем үйіп, көз алдым тұманданып кететін. Ішкен тамағым денеме сіңбей, жиі іш қатуым немесе құсу пайда болды. Арықтап қараторы болып, тұтығып кеттім. Баламның да мазасы кетті. Осы аралықта күйеуім екеуміз жиі ұрсатынды, ол қол көтеретінді. Екеуміз бір-бірімізді жек көріп тұратынды шығардық. Осылай бұрынғы махаббат сезімі жаймен жек көрінішке, ашу мен ызаға тола бастады. Мен қатарластарым оқуын бітіріп, жұмысқа кіріп, қыдырып жүретін. Ал мен баламен үйде және баймен енемен алысып жүрдім. Содан не керек? Бір күні интернетті ашып, бойымдағы әлсіздікті, не себепті қара көлеңке көре беретінімді білгім келіп іздей бастадым. Сол кезде дуа, қара сиқыр деген әлемнің бар екенін білдім. Араға біраз уақыт салып төркінге барып, дем алып келмекші болдым. Содан көлікте кетіп бара жатып, кәрі орта жасқа келген апаммен бірге отырып қалдым. Ол кісі алқынып менің жанымда отыра алмады. Көліктен түскесін мені тоқтатып алып, қызым, екі қабырғаңның асты басып көтеткізбей ауырып жүргеніне ұйқысыздық орын алғаны қанша уақыт болды деп сұрады. Балаңда түнде ұйықтамайды екен. Мен бар болып жатқан жағдайды айттым. Ол кісі маған сүрелерді оқып жүреді және ілімі жоғары имамға барып тазалануды айтты. Содан не керек ақырындап сұрастырып жүріп, бір әйел адамға бардым. Бір аптада дем салып берді. Содан кейін бойымды көтеріп, билеген тылсым күш жаймен кетіп, ұйқым тынышталды. Қызым да ұйықтады. Осылай жүрген кезімде мен 9 ай қиналған екем. Мені күйеуімнің де туысқандары қатты жақын тартпайтын. Өмірі көңілдер толмай жүретін. Мен ажырасып кету туралы мүлде ойға алмайтынмын. Себебі бұл бала махаббат болды ма әлде тағы да ата-анама сөз келеді деген сасық пікірден қорықтым ба. Осылай 5 жыл бірге тұрдым. Біраз уақыт пәтерден пәтерге көштік. Қызымды анам қарады. Қырқынан да анам шығарды. Солай үлкен қызым 11 айлық кезінде мен екінші балаға аяғым ауыр екенін білдім. Бұл кезде оқуымды бітіріп, диплом алып, жұмысқа кірем деп жүрген кезім болатын. Содан не керек Алматы қаласындағы ровдының біріне жай қағаздарын жүргізуші ретінде жұмысқа кірдім. Алайда өзімнің жүкті екенімді айтпадым. Менің ойым жұмысқа шықсам, күйеуімнен тәуелсіз болсам деген мақсат еді. Ол жерде 6 айдай декреттік демалысқа шыққанша жұмыс жасадым. Мұнда көбісі ер адамдар істейтін бөлімге, яғни терге бөлімінде жұмыс жасап жүрдім. Осы кезде күйеуім жиі ішіп келіп, жұмысқа келетінді шығарды. Үлкен қызымды анам ауылда қарап жатқан болатын. Содан бір кеште бөлемнің күйеуінің туған күні болып соған күйеуімді шақырды. Сол кеште күйеуім қатты ішіп алып маған жүгіріп ұрмақшы болды. Ішіп алса, өзінің не істеп не қойғанын білмей қалатын. Күйеуімді сабасына түсіріп, бөлем және бөлемнің күйеуі жатқызғаны сол еді. Дәретханаға үлгермей, ұйықтап жатқан бойда кіші дәретін жіберіп қойды. Мен ұялғанымнан жылаған бойда киініп алып таң атқан уақытта жұмысқа кетіп қалдым. Түскі үзіліс болған кезде күйеуім телефон соғып, сыртқа шығып келіп тұрмын деді. Сыртқа шықсам, сол кіші дәретін сындырған киімдерін ауыстырмаған күйде жұмысқа келіпті. Мен оны көріп, тағы да жыладым. Содан кешке үйге келіп, мен шарт қойдым. Бұлай қаланың арғы бұрышының бергі бұрышына көшіп жүре беруден шаршағанымды айттым. Жер алып, үй салайық, көктем шыға. Ақшаңды жинайық дедім. Алайда ол анасының сөзіне шыға алмады. Менің де ішім шығып біліне бастады. Содан күйеуім маған, жақсы, мен үй салып берем.
Маған кредит алып бер деді. Себебі мен осы уақытқа дейін күйеуіме бірнеше рет несиеге ұялы телефон алып беріп, ол белгісіз себептермен жоғалтып алатын еді. Ұсталған телефон ұстағысы келмейді. Ненің атынан несиеге ұялы телефон алдыртатын. Өйткені ол қара тізімде болатын. Сол себепті оған несие берілмейтін. Сен маған ақшалай несие алып бер, мен жер алып үй салам деп, шарт қойғасын ертесі күні ойланбастан барып 1 миллион теңге несие алып қолына ұстаттым. Алайда күйеуім ақшаны алғасын ойы өзгеріп, анам ауылға шақырып жатыр деп, түлкі бұлаң дейме сондайға салынды. Мен қалайда жер болса да алып қою керек деген мақсат қойдым. Ол кезде екінші баламды босанып, 40-нан енді шыққан кезім болған. Содан бір айлық баланы көлікке салып алып, жарнама бойынша көрсетілген жерді көруге шықтық. Осылай 10 күн қатарынан жер іздеп жүргенімізде күйеуімнің әріптесінің әйелін көріп қалдым. Әріптесінің әйелімен жақсы араласатын едім. Шет жағасын айтып едім. Ол өздері тұратын жерде 10 соттық жер телімі әлі құрылысы бітпеген временкасымен сатылымда тұрғанын айтты. Күйеуімді көндіріп әлгі әйел айтқан временканы көруге бардық. Шатыры жабылған, алайда терезе есігі жоқ, сылақ жүргізілмеген екен. Иесін тауып алып сөйлесіп, шарт ақшасын беріп, қалған ақшасын аймай бөліп төлеп тұратынға келістік. Содан үйдің құжаттарын рәсімдеуге барамыз деген кезде күйеуім кешке енем келетіндігін айтты. Барып жақсы жаңалығымызбен бөлісіп қайтсақ қалай болады деп осыныс білдірді. Менің ол кезде қуанышым қойныма сыймай, не де болса енді көшіп өмір сүрмеймін. Қыздарымды алып бір жерде тұрам. Амандық болып жатса үлкен етіп үй салып алармын. Алдымен временканы бітіріп кіріп алсам, қалғаны өз уақытында бола жатады деп тіледім. Содан кешке енем сіңлісінің үйіне келді. Біз барып временка жермен алдық деп сөз бастадық. Сол кезде енем, қай ақшаларың алдыңдар, аталарың басына алдыңдар ма ақылдаспай деп ұрсып қоя берді. Мені таста баласын алып сол временкаға кеткен болатын. Ал біз бұл уақытта келісімге келіп, қолхат жаздырып, жарты ақшасын беріп қойған болатынбыз. Енді келісімді бұзу ақшаны кері қайтарып алу кеш болатын. Тек қана қалған жарты ақшаны төлеп тұру ғана болатын. Қанша ашуланса да енем баласымен бір аптадай сөйлеспей жүрді. Сен бірінші рет менімен ақылдаспай, әйелінің тіліне еріп, менсіз шешім қабылдадың. Әйеліңнің сөзіне еріп барасың деп неше түрлі SMS жазып жіберіп жүрді. Мен көрсем де көрмегенде жүре бердім. Ендігі мақсатым временканы күйеуімнің демалысы біткенше бітіріп кіріп алу болатын. Жалғалып тұрып жатқан пәтерден тездетіп шығып кету еді. Временканың құрылысын бастар кезде күйеуім аяқ асты ауырып, әскери ауруханаға түсті. Содан сол жерде временканың құрылысы біткенше жатты. Сол кезде қайнатам екі қайныным құрылысын өзіміз жасаймыз деп алған временкаға көш бар, біреуі ішіп, екеуі бойдақ қыдырып берекесін кетірді. Әлгі әріптесінің әйелде сол маңда тұратындықтан күнделікті көріп жүріпті. Содан кейін маған хабарласып өзің келмесең бітпейді. Мен ештеңе айта алмаймын. Өз көзіңмен көрмесең дегесін көшіп бардым. Біраз жиналған ақшамды, қолымдағы бар қымбат әшекейлерімді ломбардқа өткіздім. Қолымдағы 2 айлық баламен 3 еркекпен алысып жүріп, әлгі временканы бітірдік. Тура біткен күні құрылысы күйеуімді жазылып шықты. Содан 2 рет сол временкада тұрып жаттық. Қаланың шет жағы болғандықтан әлі газ тартылмаған екен. Су енді кіріпті. Күйеуім от жағу деген жұмыстардан қашатын еді. Өзі ауылда туып өссе де, амал жоқ, өзім бастап келіп алғасын отын жарып, от жағып кешке жұмыстан келгенше тамақ дайындап, үйдің тілігін жасап жүрдім. Әр демалыс енем келеді. Енем жұма күннен келгеннен дүкендер аралап, кешке бірақ қайтады. Ол ылғи күйеуімді бірге ертіп алып кететін. Мен емшектегі қызыммен телевизорға қарап күтіп отыра беретінмін. Осы уақыттарда күйеуім жұмыстан кешігіп келетінді шығарды. Теріс қарап жатып қалатын. Жиі іш киімін ауыстырып өз-өзіне қарап жүретін болды. Автокөлігінен неше түрлі елдердің коммерциялық заттар табылатын болды. Әрине, менде қызғаныш болды. Бір күні тіпті бөлек жататынды шығарды. Менімен мүлде сөйлеспейтін болды. Содан бір күні түнде ұялы телефонның жарығынан оянып кеттім. Қарасам, күйеуім Брузидің снимогын қарап жатыр екен. WhatsApp арқылы келген. Мен білмеген адам сияқты ұйықтап қалдым. Ертесі күні тура сол уақытты күтіп жаттым. Тағы сол снимогты қарап жатыр.
Содан кейін таң атқан уақытта онымен сөйлеспекші болдым. 1 сағат бұрын ерте оянып алып, шай тамағын дайындап, жұмысқа кететін уақытта тұруын күтіп отырдым. Ол тұра сала беті қолын жуып, таңғы асын іше бастады. Мен жанына барып, түнімен қандай үзудің нәтижесін қарап жүрсің деп сұрадым. Сөйтіп едім, ол досым бір қызы 2 қабат жасап қойыпты. Алмасаң, ар жазам деп жатыр. Соның жібергені ғой деді. Шай ішіп бола сала, бет-аузын шайып бір кезде ас бөлмесіндегі ыдыс жуатын раковинаға аяғын жуа бастады. Сол кездегі состояниемді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Содан жұмысқа кетіп қалды. Әдеттегідей кеш келді. Кешкі тамағын ішіп болғасын, не себепті салқындық көрсетіп жүргенін сұрай бастадым. Алайда ол шаршап тұрмын деген сылтау айта бастады. Содан сөзге келіп ұрсып қалдық. Ол әдетінше мені сілкілеп, қолдарымды қатты қысып ұстап, күш көрсете бастады. Далаға қарай шығуға ұмтылып едім, есікті ішінен іліп, кілтін қалтасына салып алды. Содан терезе арқылы шықпақшы болып едім. Терезеге жақындатпай бар күшімен итеріп, стенаға соғылып, басымен отырып қалдым. Осы кезде екінші қызым 7 айлық кез еді. Шырқырап жылай бастады. Қызымды қолыма алып жылап отырып, 102 теріп, қоңырау шалдым. Осы кезде қазір адрес айтатын болсам, қызың екеуіңді өлтіріп бірақ кетемін деп қорқытқан күйеуімнің сұсты түрін көріп, телефон тұтқасын қоя салдым. Қызымның шыңғырып жылаған даусы жүрегімді жарып, ауыртып бара жатса да, меңзең қалыпты отыра бердім. Араға 30 минут өткеннен кейін күйеуім қайтадан жуынып, әдемі киімдерін киіп кетіп қалды. Мен ашуы басылғанда келеді деп қоңырауда шалмадым, және қайда бара жатырсың деп сұрамадым. Солай таң атты. Түске таман менің анам хабарласты. Сенде бәрі дұрыс па? Не істеп жатырсың? Енен келіңдер деп шақырып жатыр. Тыныштық па? Келмесеңдер, қыздарың аяқ-қолы аман-сау қайтпайды деп қорқытқан екен. Сол күні түс ауа ауылдан ата-анам келді. Мен жай ғана сөзге келіп, ренжісіп қалдық дедім. Соңғы кездер арамыздың соғып жүргенін ашып айтпадым. Содан ата-анам келді ауылдан. Енем күйеуім, енемнің ажырасқан сіңлісі және інісі келді. Есіктен кіре сала, енем айқайға басып, аузына келгенін айта бастады. Соңынан күйеуім де кірді, сүмірейіп. Сөйтсем күйеуімнің беті тырналған және киімінің алды жыртылған екен. Мен істемеген істі енем менен көріп, мұнаны сендердің қыздарың істеді. Мен баламды қыздарыңның тепкісіне берген жоқпын деп қояды. Мен емес ол тиген екен маған. Күйеуім басын салбыратып көзіме тік қарай алмай тұр. Көзіне қарасаң көзін тайдырып алып кетеді. Әкем, құдағи қоя тұр. Екеуінің арасында сенде менде болған жоқпыз деп жатса, енем ешкімге сөз берер емес. Болды, екеуі ажырасады. Балаларды іздемейсіз. Туғаны өңкей қыз ғой. Бізге ұл керек. Мына үйден шықсын, бұл баламның үйі дейді. Содан баласының заттарын барлығы бірлесіп жүріп жинап, ертең қалған затын алып кетеді. Сен өзіңнің артыңнан келген заттарды алып кет деп 2 күн уақыт беремін дейді. Үйден шығып бара жатып және менің баламнан жақсы бай тапсаң бақытты бол деп қолын теріс қаратып маған қарғыс араласқан батасын беріп жатты. Мен де ерегісіп аумен деп 3 рет айттым. Содан ертесі күні сіңілім екеуміз времянкаға келдік. Келсек, есіктің алдында жаңадан алынған мусорный урна жоқ. Үйдің ішіне кірдім. Кірсем пылесос жоқ. Және телевизор. Сондағы дүниелері сол екен. Осымен барлығы бітті. Некені бұзу, заңды арқылы сот болып, заңды түрде ажырастық. Алайда сол кеткеннен қайта оларды көрген жоқпын. Күйеуім 2 қызын іздеп, бір рет болсын келмеді. Мен ата-анамның үйіне қайтып келдім. Әрі қарай тіршілік ету керек болды. Қызымды емшектен шығарып жұмыс іздей бастадым. Осылайша бір қыз жұмыс іздеумен өтті. 1,5 жыл мемлекеттік мекеменің есігін қағып жүріп, ақыры жұмысқа кірдім. Себебі күйеуім және оның туыстары сен күніңді көре алмай қаласың. 2 баламен қашанға әкеңнің үйіне сиясың деген пасы ойлы сөздерін айтқандағы есімде қалған еді. Сол сөздері үшін мен де мемлекеттік мекемеге кіруге бел буған болатынмын. Қалайда дәлелдеймін. Өзімді көрсетемін деген ішкі солай болып сайрап тұрды. Маған сол сөздері мотивация болды. Алладан іштей осы қиындықтарымды ойламайтындай, күндіз де түнде де жұмыс істеп шаршап жүретіндей, 2 қолға бір жұмыс бере көр деп тілейтінмін. Осы тілегіме орай мен тергеуші болып жұмысқа кірдім.
Басында не еңбек стажы, тәжірибесі жоқ, жас тергеуші болдым. Солай мен тергеу әлеміне және ішкі істер органдарының әлеміне тап болдым. Бұл орта мен үшін қалың орманда адасып жүрген жас бөлтірік сияқты едім. Жас тергеуші тезірек жұмысына үйренсін деген ниетпен тәуліктік кезекшілікте жиі қоятын болды. Осылай күндіз-түні өзім тілегендей жұмыс жасап жүрдім. Коллективке де үйрендім. Барлығы білмегенімді үйретіп көмектесіп жүрді. Коллективпен бірге отырыстар, той-томалақтар, жаңа жылдық кештер қызықты өтетін. Солай өмірім бір арнаға түсе бастады. Времянканың иесімен енем және күйеуім барып сөйлесіп, осы ұрыс болмай тұрып, барлығын нақтылап шешіп қойған екен, ненің сыртынан. Балам, келінімен ажырасқалы жатыр. Ертең мүлікке қатысты дау болса, мен бізді танымайсың, сен бізді танымайсың. Тек қана бұлар пәтер жалдап тұрды. Солай айтасың деп келіскен екен. Өйткені Времянканың ақшасын төлейтін соңғай ғана қалған еді. Одан кейін өз атымызға аударып заңды түрде құжаттарын реттеу ғана қалған еді. Енем мен баласы осы уақытты күткен екен. Мен сол ата-анам жасаған заттарды алып, екі қызыммен және Времянканы сатып алғанға несиемен кеттім. Мен жұмысқа кіргенше әкем сол несиені төлеуге көмектесті. Алайда үйді даулап сотқа жүгінуге қарсы болды. Аллаға тапсырды, осы жерден ары қарай өз өміріңді ретте. Жаның аман болса әлі талай үй аласың деп тоқтатқан еді. Қанша рет сол Времянканы барып өртеп кеткім келген кездер болды. Бірақ ашуымды ұстап, әкемнің тілін алып, қалай бар бол, қалай бар солай бір Аллаға аманаттап кете бердім. Осылайша тергеуші болып жүріп, әртүрлі тағдырларды, әртүрлі адамдарды көре бастадым. Соның бірі есте қалғаны екінші рет тұрмыс құрған әйел және оның шарасыздығы еді. Осылай жұмыс жасап жүргенде арада 4 жыл өтті. Неше түрлі бастықтар ауысып келіп кетіп жатты. Бірде кезекшілігімде мектеп оқушысы ұсақ-түйек зат ұрлады деп анасымен бірге күдікті ретінде келді. Әлгі ұрлық фактісіне күдікке ілінген баламен сөйлесу барысында алаңдау, сенімсіздік, әлденеден қорқуды байқадым және жасқаншақтықты. Ал әйел тек қана үнсіз жылап отырды. Баласына қарап, шарасыз күйде жылап отыр еді. Баладан жауап алып болған соң сыртқа шығарып, әйелмен сөйлесе бастадым. Сол кезде әйелдің қолдарында, мойын тұстарында ұрғаннан қалған іздерін байқадым. Әйелмен сөйлесу барысында екінші рет тұрмысқа шыққандығын айтты. Екінші некедегі күйеуі баласында өзінде ұрып соғатындығын айтты. Кетіп қалайын десе, екінші рет ажырасқан деген елдің сөзіне қалудан именеді екен. Елдің өсегіне бола бірге тұрып жатқандығын естіген кезде мен екінші неке жайлы ойлана бастадым. Осы елдің жағдайында мен не істер едім? Басқа түскенге көніп жүре берер медім. Өгей әкеге баламды ұрғызып қойып отыра алар медім. Балам өскенде маған не дейтін еді? Содан сол әйелдің тағдыры туралы біраз ойланып жүрдім. Ажырасқаннан кейінгі 5 жыл өмірде неше түрлі сөз салған еркектер болды. Маған ажырасқан әйел ғой деп арам ой іске асырмақшы болғандар да кездесті. Бірақ кілең ер адамдардың арасында жұмыс істеп жүріп, менің де мінезім өзгерді. Бұрынғы тұйықтық жоқ еді. Қалай бар солай, арасында боқтық сөздер араласқан, бойда бетіне қарап айта салатын болдым. Араласатын таныс, дос, әріптестерімнің көпшілігі ер адамдар еді. Тергеуші болып жүріп, неше түрлі өліктерді көрдім. Өз өліммен өлгені бар, кісі қолынан қаза тапқаны, суицид жасағандары бар, белгісіз жағдайда өліп қалған неше түрлі өліктерді, өлімді көрдім. Содан ба жүрегім тас болып кеткендей еді. Баяғыда медицина саласы мен полицияда істейтіндердің көпшілігі ащы суды жақсы көретін деп естуші едім. Себебі жұмысы ауыр екен және өліктерді көрген сайын энергияңды алып қояды екен. Сол себепті арасында шетіндер сол екен. Мен де кейде коллективпен отыратын отырыстарда аздап шетін болдым. Содан осылай жұмыс істеп жүргенімде отбасылы ер адам мені ұнататындығын айтып, тыныштық бермейтін болды. Ол жігіт басқа ауданда істейтін, бір салада жүрген әріптесім еді. Мен қашқақтаған сайын керісінше шабыса түскендей болды. Өзімнің отбасының да кезінде ер адамның көлденең жүрісінің және үшінші адамның ортаға, яғни әйелдің любовницасының пайда болуына бұзылғандығын ойлап, жаңағы әріптесінің отбасы үшін басқа шалғай ауданға қызмет ауыстыруымды жөн көрдім. Солай жаңадан құрылған ешкімді танымайтын, не туысым, не танысым жоқ ауданға ауысып кеттім.
Қыздарым ата-анамның қарауында болды. Демалыс күндері барып тұрдым. Жаңа ауданда жұмыс істеп жаттым. Басында баспана табу қиын болды. Бір ай кабинетте қонып жүрдім. Кейін анам бір құрбысының сол ауданда тұратындығын айтып, сол құрбысының телефон номерін тауып, мені үйіне тұрғызуға келісті. Құрбысы күйеуімен 50 жастан асқан кісілер екен. Балалары өсіп қалса да қызмет етеді екен. Солардың үйінде тұрып жаттым. Алайда тек сол үйде тұрды деген атым ғана болды. Себебі мен жұмыстан кеш келіп, немесе түн ортасында жұмыс бабымен кетіп қалып жүргенге, қарапайым адамдардың көзқарасы бойынша мен бір қыдырып, жүріс жасап жүрген жеңілтек әйел секілді көрінеді екен. Себебі мен ауысып барған ауданда тек қана қазақтар болатын, және мал шаруашылығымен ғана айналысатын орта болатын. Заң формадағы адам, мемлекеттік қызметкер деген түсінікті білмейтін, білсе де мойындағысы келмейтін. Менталитеттері бір түрледі. Ескі көзқарас, көшеде кетіп бара жатқан полиция қызметкері деп қарамайтын, және олай айтпайтын. Мен қатын немесе ешкі деп келемеждейтін еді. Халқы бір түрлі болғанымен табиғаты керемет еді. Жасыл желекті шыршалар, айналаңның барлығы қыр, сай, таулы аймақ болатын. Мен бұл өңірдің табиғатына ғашық болдым. Содан жаңа жұмыс орнына ауысып барғаннан кейін де жаңа әріптестерімді бөліп қарайтын, ешкімге қосылмайтын болдым. Күні бойы кабинетте отырам. Түс көзіліс кезінде ғана тамақтануға шығам. Солай бір сарында уақытымда өте берді. Уақыт өте келе, ауысып келгенме қатты өкіне бастадым. Неге келдім, не істеп жүрмін мұнда деген секілді ойлана бастадым. Енді қайта ауысу үшін 6 ай күту керек. Іштей 6 ай қалайда шыдап істейтін, содан кейін қайтамын деген шешімге келдім. Өйткені бір жарым жыл жүгіріп жүріп кірген жұмысымды бел ортасынан тастап кеткім келген жоқ. Сондай-ақ дайын тұрған басқа жұмыста жоқ еді. Оның үстіне полиция қызметкері болу бала күнгі арманымның бірі еді. Содан 2 ай уақыт өткен кезде жұмысқа бір жігіт келді. Киізден жасалған кепкасы бар, көздері домалақ қара, бойы ұзын, шашы қара, тістері аппақ күріштей, сымбатты жігіт еді. Содан әлгі жігіт мені тамаққа шақырып, ауылының әдемі жерлеріне қыдыртып, солай араласып кеттік. Менің баспана жағынан қиналып жүргенімді біліп, менің келісіміме қарамастан өз үйіне көшіріп алып кетті. Туыстарының барлығы қалада тұрады екен. Ауылға тек әкесі ғана келеді екен. Жаз мезгілінде күн жылынған соң үйленейік деп ұсыныс жасады. Менен алдын шәйел жіберген жігіт екен, бірақ бір ғана баласы бар еді. Ол баласын туғалы көрмепті де, іздеп бармапты да. Уақыт өте келе мен оның қамқорлығына, пысықтығына, үйдің де даланың да жұмысына талғамай істей беретіндігіне, арақ ішпейтіндігіне, қысқасы оның бар болмысына ғашық болдым. Бауыр баса бастадым. Мен де оған жасырмай бірде тұрмыста болғанымды, 2 қызым бар екендігін жасырмай айттым. Сөйтсем ол мен жайлы елден естіп біліп алғандықтан 2 қызды өзімнің қызымдай көрем деп сенімді түрде айтты. Менің ішімде бір үміт, бір күдік болды. Екінші некеде бағым жанатын шығар деп, дегенмен жақсылықтан үмітімді үзбедім. Кішкентай қазақи ауыл болғандықтан біз жайлы неше түрлі өсек аяңды құлағым шала бастады. Анау ажырасқан мент қатын ана жігіттің басын оқытып алыпты деген секілді де сөздер естіп жаттым. Содан көктем келіп, күн жылына бастады. Үйленеміз деп жүргенде карантин басталды. Танысқан жігітім бұрындары әкелік сезімім оянып көрмеген, әке болудың не екенін, қандай екенін білмеймін. Балалы болсақ қайтеді. Екеуміз бәрібір үйленеміз ғой деген соң оған сендім. Өзімде біраз уақыт баланың есін ұмытып қалғаныма, және қолыма алып ұстағаныма көп болмаған еді. Сәбидің есін сағынып қалғандаймын. Танысқан жігітімнің жасы ол кезде 39-да, ал менің жасым небәрі 27-де еді. Содан көп замай аяғым ауыр болды. Туыстарымен сөйлесіп, құдалық жасап мені үйіне алып келді. Алғашқы 1 жылы жақсы тұрдық. Біз үйленгесін атам біздің қолымызда тұрды. Екеуміз де жұмысқа барып келеміз. Атам тамақ жасап қоятын. Ол кісі ас үйдің жұмысына, тамақ жасауға жақын болды. Екеуміз үйленерде күйеуім мен танысқанға дейін әйелдермен араласқанын жасырмады. Бірақ сол араласқан әйелдері тыныштық бермеді. Біреуі ішіп алып түн жарымда звондайтынды шығарды. Екіншісі мені төбелесуге шақырды.
Ал енді біреу әлеуметтік желі арқылы менің ар-намысыма тиетін жаман сөздер жазып таратты. Содан екеуміздің арамызда жиі ұрыс, қызғаныштың ұрысы жиілей берді. Күйеуім менімен көкірек екен. Өзін күтіп, баптап болатын. Өзімшіл эгоизмі басым адам еді. Бұның мінездерінің барлығы кейін шыға бастады ғой. Өйткені қаншама жыл бойдақ болып өмір сүріп қалған жалғыз өз дегенімен. Ал атаммен сыйластығымыз жақсы болды. Бірақ кейде оның да бір ұстап қалатын қарсықтық мінезі болатын. Бір жаман әдеті ұялы телефон арқылы үйде не болып жатыр, соны үш қызына звондап жеткізіп отыратын. Күйеуім үйіндегі ең кенжесі еді, әпкелерін жақын көретін. Соларға сырын айтып, солармен ақылдасатын. Бірақ оның түсінігінде әйел бәріне міндетті, және әйел әрқашан өзінің ойын білдірмеу керек екен. Тек қана еркектің айтқанын заң көру керек екен. Декреттік демалысқа шықтым. Күйеуімнің бойдақ күнінде қарыз алып кейін қайтармаған адамдары келе бастады. Мен қолымдағы барақшаны соған беріп, қарыздарынан құтылды. Екеуміз үйленген жылы үйіне түгелдей жөндеу жұмыстарын жүргізіп, ескі заттарды, жиһаздарды ауыстырған едік. Айым күнім жетіп, екінші күйеуімнен қыз босандым. Алғашқы некемнен, екі қызыммен, екінші некемнен және қыз, сонымен 3 қызды болдым. Бала күтіммен үйде отырдым. Күйеуімнің үйленгелі бері кешкі сағат 8-ден түнгі 11-ге дейін көше кесіп қыдыратыны бар еді. Солай қыдыруы жалғаса берді. Содан келін үйде отырып жұмыс жасамай деген сөздер шыға бастады. Осы аралықта екі қызды қолға алайық, мені әкелерінде көріп үйрене берсін деген соң, үлкен екі қызымды жанымызға алдырып едім. Сөйтіп барлығымыз бірге тұрып жаттық. Кіші қызым 8 айлық болған кезінде жұмысқа шықтым. Себебі ақша жетпей, кредит алдық әрине, тағы да менің атымнан. Үйленген жылда күйеуім ескі машинасын жаңа машинаға ауыстырды. Қорасындағы 10 бас қойының үстіне 5 бас сиыр алдық. Мен таңертең жұмысқа шыққанда екінші қызымды мектебіне бірге ала кетем. Ал үлкен қызымды оятып кетем. Емшектегі 8 айлық үшінші қызыма қарап қалады, атам тұрғанша. Түстен кейін екінші қызым келеді. Содан кейін ол қарасады. Мен жұмыстан кейін келіп тамақ жасап, қыздардың сабағын оқытып түнгі рейдке шығам. Солай жүргенімізде күйеуім маған ашуланып, көңілі толмай, өзінен өзі ұрыс шығарып жүрді. Мен де оны қызғанып, мен де ұрыс шығаратын болдым. Ол кілең әйелдері көп ортада жұмыс жасаса, мен керісінше ер адамдар көп ортада жұмыс жасайтынмын. Маған ашуланған кезде екі қызымнан өшін алатын шығарды. Екеуін орынсыз ұрсып, сілкіп алатынды шығарды. Соңғы рет үлкен қызымды ұрып, сабаққа кетіп бара жатқан жерінен киімдерін жыртып тастады. Үлкен қызым басын көтере алмай, қызулап ауырып қалды. Мен сол кезде бір кездегі әйелдің жағдайын есіме алдым. Сол ұрыстан кейін мен кетуді көп ойладым. Бірақ күйеуімді жақсы көрдім. Қыздарыма тиіспес үшін және көңілінен шығу үшін не алам десе де, қолымдағы ақшаның барлығын соған беріп отырдым. Көңілінен шығу үшін. Сол риза болып жүрсе екен деуші едім. Себебі отбасымды сақтап қалғым келді. Бірақ бұл істеген ісім керісінше оған басқаша әсер ете бастады. Осылай жүргенімізде мен тағы да аяғымның ауыр екендігін білдім. Декретке шыққанға дейін үй, жұмыс, қыздардың мектебі деп жүгіріп жүрдім. Бір күні кешкі уақытта қызымды сабақтан алып келе жатып, мұзға аяғым тайып құладым. Ол кезде ішім шығып қалған болатын. Сол құлағаннан бастап өзімді жайсыз сезіне бастадым. Уақыт өткен сайын қозғалып қимылдау қиынға соға бастады. Дәрігердің кезекті тексерілуіне барған кезде жамбас сүйегімнің бала өскен сайын ажырап жатқандығын білдім. Содан қалаға барып емделу керек дегенді естіген атамды ауыра бастады. 10 күндей бізді қалаға жібергісі келмей, неше түрлі сылтау айтып, аяғында мен өздігімнен еңкейіп, аяқ киім кие алмай, жүре алмай қалдым. Сол кезде ғана қалаға бардық. Маған кесір тілігін жасады. Тағы да қыз бала босандым. Сөйтіп, бүгінгі күнде 4 қызым бар. Әрине Аллаға шүкір деймін. Алайда осы кенже қызымды босанғасын күйеуім мүлде ашушаң болып кетті. Мен де одадан кейін сөз көтере алмай, жиі ұрсатын болдық. Соңғы рет екеуміз төбелесуге дейін бардық. Ол сонда мен отбасылық өмірден жалықтым. Баяғыда дүкенге кіргенде тек өзіме кола алушы едім. Ал қазір памперс алам. Өзіме артық уақытымда жоқ деп ашығын айтты.
Солай, сотқа барып арызыңды жаз. Мен алимент төлеп тұрамын. Бұдан әрі бірге тұра алмаймын. Екі қызыңнан сенен шаршадым деді. Өте ауыр сөздер айтты. Әлі де звондап, WhatsApp-пен неше түрлі ауыр сөздер айтып келеді. Сөйтіп, екінші рет адасып, бағым ашылмай, тағы да ажырасып кеттім. Мен құқықтану мамандығы бойынша жоғары оқу орнын аяқтадым. Содан ең алғаш іс қағаздарын жүргізуші болып, 25 000 теңге айлыққа жұмыс жасап, кейін жас тергеуші болып ауыстым. Ал қазіргі таңда қызметім өзгерді. Өмірде 19 жаста жас келін атанып, 29 жаста көп балалы ана болып, осы күнде отырмын. Осы жүріп өткен 10 жылда мен қандай адам болдым, қандай жетістікке жеттім, қай жерде қателік жасап, ең бастысы 60 алқымдаған ата-анамның алдында не жасадым. Олардың күткен, өкілеген үмітін ақтадым ба? Қандай анамын деген сұрақтар сансыз артынан мазалайтын. Жүріп өткен осы жолда мен ең бастысы әйел адам өзін жоғалтпауды, адами және рухани құндылықтарын жоғары қоюды. Ең бастысы өзін сыйлайтын, өзін қалай бар, солай қабылдайтын ортада өмір сүру керектігін. Балаларым үшін немесе елдің сөзінен ұят болады. Елдің өсегінен қорқамын деген түсінікпен емес. Өзіне бақыт әкелетін өмір сүру керектігін ұқтым. Бақытты даладан, қаладан, байлықтан, ақшадан емес, өз ішімізден, ішкі жан дүниемізден іздеу керек екен. Ең бастысы Алладан үміт үзбеу. Басымнан өткен оқиғалардан кейін барлығын Аллаға тапсырдым. Жаратушым өзі реттеп, барлығын өз орнына қоярына сенем. Қазір 4 баламен әке-шеше үйінде тұрып жатырмын. 4 банкте несием бар. Оны төлеуге ата-анам көмектесіп отыр. Осы орайда қандай жағдай болмасын, шын жан ашып, қолдау көрсететін ата-анаң және бауырларың екеніне көзім жетті. Бірінші күйеуім үйленіп, сол времянкада анасы және отбасымен тұрып жатыр. Мен екінші рет тұрмыс құрарда, менен келіп кешірім сұрап, әлде жақсы көремін деген болатын. Алайда ол кезде барлығы тым кеш еді. Ал екінші күйеуімнің осы күзде тағы да үйленгелі жатқан естідім. Қалыңдығымен менімен тұрып жатқанда көңіл жарастырып жүргенге ұқсайды. Екінші, үшінші, төртінші ретте отбасы құрып жүргендер бар ғой. Солар секілді мен де отбасын құрып бақытты болғым келген. Алайда олай болмай шықты. Өмірде қандай жағдай болса да, алдағы күннен үмітімді үзбеймін. Пешенеме жазылғанын көрермін.